80-20 Парето қағидасы Ричард Кох. Бұл шығарылымды тамашаламас бұрын каналға тіркеліп, қоңырауша батырмасын басыңыз. Осылайша жаңа шығарылымдарды алғашқылардың бірі болып тамашалайсыз. Өміріңіз сізді қанағаттандырады ма? Оны өзгерткіңіз келеді ме? Өзгерістер жасау үшін сізге не жетіспейді? Ақша ма, әлде атақ па? Мүмкін жай ғана адам бақытын сезінгіңіз келетін болар. Бұл кітап сізге көп күш жұмсамай-ақ бақытты және өзіңізге ұнайтын өмірге қалай қол жеткізуге болатынын айтады. Сізге мұндай өмірге қол жеткізуге 80-20 қағидасы көмектеседі. 80-20 қағидасын итальяндық экономист Вильфред Парето ойлап тапқан. Бұл қағиданы Парето қағидасы деп сол үшін айтады. Парето математика мен экономикадағы бірнеше заңдылықтарды зерттеген. Соның арқасында 80-20 қағидасы шыққан. Парето қағидасы уақытты басқарудың негізгі жолдарын үйретеді. Яғни белгілі бір іске жұмсаған 20% күш қуатыңыз 80% нәтиже береді. Және керісінше, сол іске жұмсаған 80% күш жігеріңіздің нәтижесі 20% ғана құрауы мүмкін. Сондықтан 20% нәтиже әкелетін нәрсеге 80% күшіңізді жұмсаудың қажеті жоқ. Тек қана 80% үлкен нәтиже әкелетін нәрсеге 20% күшіңізді бағыттап, соған назар аударуыңыз қажет. Кітап авторы Ричард Кох Парето қағидасының мәнін тереңірек түсіндіреді. Ол айналамыздағы барлық облыстардағы 80-20 теңгерімсіздігін көрсету арқылы адамдардың өмірлік ұстанымдарына әсер етеді. Ол үшін бұл пропорцияның мәнін тереңірек ұғыну қажет. Принципті қабылдау арқылы сіздің бүкіл өміріңіз өзгере бастайды. Бірақ барлығын сөзбе-сөз қабылдамаңыз. Өйткені 80-20 қағидасы әрқашан жұмыс істей бермейді. Кейде 70-30 немесе 95-5 пропорциясы жұмыс істеуі мүмкін. Бірақ бұл қатты маңызды емес. Маңыздысы теңгерімсіздікті, яғни дисбалансты және оның салдарын түсіну. 50-50 сияқты мінсіз тепе-теңдіктің болмайтынын түсіну. Бұл кітаптың өзі де 80-20 қатынасының мысалы болып табылады. Кітаптың шамамен 20%, 80% маңызды идеялармен толтырылған. Парето принципі қалай жұмыс жасайды? Біріншіден, оның тек математикада ғана жұмыс істемейтініне көз жеткізу керек. Екіншіден, оны қалай және қай жерде қолдануға болатынын түсініп, нәтижелерін қабылдай алу керек. Бірінші бөлім. Кез келген әрекет екі санға негізделген деп айтуға болады. 80 және 20. Әлемдегі бүкіл бизнес саласы бұл ірі ойыншылардың алпауыт компаниялардың ісі. Мысалы, Forbes деректері бойынша бизнесмендердің 5-10% елдің жалпы ішкі өнімі арқылы 75-80%-ға дейін пайда табады. Дәл осы пайыз тауарлар мен қызметтер өндірісінің 70%-ын құрайды. Ал бизнесмендердің қалған 90-95%-ы шағын және орта бизнеске тиесілі қалдықтарды жинайды. Жеке компанияны және оның кірістерін қарастырған кезде таңданудың еш қажеті жоқ. Себебі тұтынушылардың 5-1 бөлігі барлық пайданың 4-5 бөлігін құрайды. Сату матрицасы дәл осындай тәуелділікті көрсетеді. Өнімнің 20% және сатушылардың 20%, кірістің 80%-ын құрайды. Мысалы, Торонтодағы корольдік банк өз клиенттерінің кірісін есептеді. Нәтижесінде барлық клиенттердің 17%, таза кірістің 93%-ын құраған. Бұдан шығатын қорытынды: бір адал тұтынушы 3 бір реттік, яғни одноразовый тұтынушыға тең. Әлеуметтік салада, қоғамда теңгерімсіздікке толы. Мысалы, ковидті алар болсақ, бұл вирус 95% адамдарға таралу үшін 5% ғана вирус тасымалдаушылары жетіп жатыр. Объективті ғылыми зерттеулердің өзі бұл концепцияның дұрыстығын дәлелдейді. Ғалымдардың айтуы бойынша, жер аумағының 20%-ында ғана бүкіл әлемдік минералды ресурстардың 80%-ы шоғырланған. Статистика бойынша, халықтың шоғырлануы да осы принциптің дәлдігін көрсетеді. Ұлыбританияда қалалардың 20,2%-ында ғана тұрғындардың 79,8% шоғырланған. Сонымен қатар, кез келген қаланы, кез келген елді алып қарасақ, ондағы ұрлардың 20%-ы жыл бойы ұрланған заттың 80%-ын ұрлағанын дәлелдейді. Сондықтан да 80-20 қағидасын адамдар ұлы идея деп атайды. Парето қағидасы әрекеттің қажеттілігі туралы айтады. Бірақ бұл әрекет ақылға қонымды және екі заңға негізделуі керек. Біріншісі фокус. Бір затқа бөлінген аз концентрацияның өзі көп нәрсе әкеледі. Екінші прогресс. Кішігірім қадамдар жасау арқылы үлкен жетістікке жетуге болады. 80-20 қағидасы көп күш жұмсамай-ақ үлкен нәтижеге жетуге болатынын дәлелдейді. Екінші бөлім. Қалыпты өмір сүру салтыңнан 80-20 қағидасына сәйкес өмір салтына қалай ауысуға болады? Қағиданы қолдануды шартты түрде екіге бөлуге болады. 80-20 қағидасын анализ жасау және ойлау.
Біріншісі, нәтижелер мен қорытындыларды жасай алу қабілетіңіз. Себебі бұл келесі қадамдарыңызды жоспарлап ынталандыру үшін өте маңызды. Ойлау дегеніміз өзіне берілген кішкентай ғана өмір жылдарын барынша тиімді өткізгісі келетін адамдардың дүниетанымын қалыптастыру. 80-20 өмір салтына ауысқан адамға мына кеңестерді беруге болады. Не жасасаңыз да қарапайым қылып жасаңыз. Себебі бұл сіз үшін жақсы. Сіздің қызметіңіздің негізгі деген 20%-ын анықтаңыз да оларды қарапайым қылуға тырысыңыз. Басқаша ойланыңыз. Күніне кемінде жарты сағат қиялға беріліңіз. Стратегиялық тұрғыдан ойланыңыз. Мақсат қойыңыз және оған қол жеткізіңіз. Ләззат алу үшін өмір сүріңіз. Гедонизм өзін-өзі дамытуды стимулдайды және жақсы нәтижелерге әкеледі. Рефлексивті ойлаңыз. Кез келген жағдайда өзіңізге қараңыз, икемді болыңыз. Үнемі жаңарып отырыңыз, жаңа идеяларға толы болыңыз. Жұмыс барысында бұл қағиданы келесі түрде қолдансаңыз болады. Әрқашан да өзіңізге ұнайтын нәрсені жасаңыз. Уақытты басқара біліңіз. Уақытыңыздың 80%-ын жұмсай отырып, сапалы шешімдер қабылдаңыз. Ең үздік клиенттерге көбірек көңіл бөліңіз. Табысты адамдарға назар аударыңыз. Олар шаршамай, артық күш жұмсамай-ақ істерінен ләззат алады. Қағиданы жүзеге асыру үшін уақытты басқару дағдыңызды жақсартыңыз. Ол үшін мына қарапайым қадамдарды орындаңыз. Жасаған іс-әрекетіңізден алатын сыйақыңыз сол іске жұмсаған күшіңізге байланысты емес екенін түсініңіз. Жұмысқа қатты күш салып жатқан жоқпын деп ойлаудың қажеті жоқ. Өзгелердің сізге міндеттеп қойған жұмыстарынан бас тартыңыз. Сіз ешкімге де міндетті емессіз. Уақытты, шартты қабылданған нәрселерден басқа да жұмыстарға арнаңыз. Ешкімге ұқсамайтын ерекше болыңыз. Уақытыңыздың соңғы 20%-ын сізге 80% нәтиже беретін іске арнаңыз. Назарыңызды осы 20% уақытқа аударыңыз. Оны тиімді және нәтижелі пайдалануға тырысыңыз. 80-20 қағидасы бойынша өмір сүру үшін арманыңызды, яғни түпкі мақсатыңызды анықтаңыз. Осы арманыңызға апарар жолды жоспарлаңыз және жоспарыңызды іске асырыңыз. Бірақ бәрінен бұрын өзіңізді түсінуден бастағаныңыз жөн. Өмірден не алғыңыз келеді, қайда болғыңыз келеді және қандай өмір сүргіңіз келеді? Алдымен осы сұрақтардың жауабын табуға тырысыңыз. Сізге бір кішкене кеңес, өміріңіздегі ең маңызды деген 20% қабілеттеріңізді анықтап алыңыз. Ол үшін өзіңіз жайлы 30-40 шақты сипаттама жазып, оларды маңыздылығы бойынша тізіп шығыңыз. Бұл жолда өз-өзіңізге адал болыңыз. Асыра сілтеп те, өзіңізді төмендетіп те жазбаңыз. Мақсатыңызға жету үшін көптеген жолдар бар. Сізге жақсы аналитикалық талдау жасау керек. Қалаған нәтижеге жетудің ондаған тәсілдерінің ішінен ең қысқа деген нұсқаны таңдаңыз. Неліктен ең қысқа жолды таңдау керек? Есіңізде болсын, табысқа жету үшін жалқау және ақылды болу керек. Ал жалқау сөзі ұнамайтын болса, орнына босаңсыған сөзін қолдануға болады. Мысал, дәл осы типке 20 ғасырдағы ақш-тың ең табысты президенттерінің бірі Рональд Рейган жатады. Рональд бұрын актер болған және оның кез келген нәрсеге икемділігі бар еді. Соның арқасында ол екі маңызды мәселе тұрса, оның біреуіне ғана назар аударып, кішкене ғана нәрседен үлкен пайда табуды білді. 80-20 қағидасы жылдамдықты және қарапайымдылықты ұнатады. Кеңес. Алға қарай үлкен қадам жасаудың қажеті жоқ. Кішкентай қадамдармен үлкен мақсаттарға жетуге болады. Егер сіз арықтағыңыз келсе, кішкене ғана күш жұмсаудан бастаңыз. Күн сайын үйдің жанында серуендеңіз. Бұл әдіс сізге әсерін тигізіп жатыр ма? Ендеше жалғастырыңыз. Егер сізге көмектеспесе, артық күш кетпейтін басқа жолдарды іздеңіз. Бақытты күйіңізді ұзақ уақытқа сақтаудың екі жолы бар. Өзіңізді ең бақытты сезінген сәттеріңізді анықтаңыз. Сол сәттерді ұзартуға тырысыңыз. Өзіңізді қанағаттандырмаған сәттерді анықтаңыз. Сол кезеңдерді қысқартуға тырысыңыз. Үшінші бөлім 80-20 қағидасын қолданғаннан кейінгі нәтижелер. Өзіңізді керемет сезініп, рахаттану сезімін бастан кешіріп жатсаңыз, бұл жақсы белгі. Себебі сіз проблемаларды шешуге бейімделдіңіз. Өз ісінде табысқа жеткен адамдарды мына белгілермен ажыратуға болады. Біріншісі амбиция, екіншісі жұмыстан ләззат алу. Әр пунктте сіз өзіңізді бақытқа ең қысқа жолмен жетелейтін релаксация туралы ұмытпауыңыз керек. Отбасылық бақыт. 80-20 қағидасы жеке өміріңізге мынандай өзгерістер әкеледі. Жақын адамыңызға, балаларыңызға көбірек уақыт бөлінеді. Кем дегенде апта ішінде бос уақытыңыздың 80%-ын бөліңіз. Отбасылық ортада ересектерде де, балаларда да жақсы көңіл күй болады. Ұрыс-керістер саны азаяды. Отбасында тәртіп сақталады және махаббат сезімі күшейеді. Кішкентай балалар үнемі барлығының назары өздерінде болғанын қалайды. Сондықтан уақытыңыздың 80%-ы жақындарыңызға және балаларыңызға жұмсалуы қажет. Осылайша өз махаббатыңызды көрсете отырып, балаңыздың дамуына, жақсы жетістіктерге жетуіне ықпал жасайсыз. Кәсіби бақыт.
Егер мінсіз жағдайыңыз 80-20 қағидасына жеткенін сезсеңіз, онда оны сақтау үшін көп нәрсе қажет емес. Ең бастысы көп нәрсеге қол жеткізу үшін аз нәрсеге назар аударуды ұмытпау. Бұл үшін жұмыс кезінде сіз үшін ең маңызды құндылықтарды таңдаған жөн. Олар: жоғары табыс, шығармашылық және өзгешелік, жағымды орта, абырой, қауіпсіздік, қолайлы жағдайлар, керемет әріптестер. Ең бастысы 80-20 қағидасы бойынша бақытты өмірдің компоненттерін ұмытпаңыз. Өзіңіздің ықпал ету аяңыңызды барынша кеңейту, алға қойған мақсаттарыңызды реттестіру, икемділік, өмірлік жарыңызбен тығыз қарым-қатынаста болу, бақытты достарыңыздың болуы, бақытты жағдайлардың тұрақты болуы. Сіз өз өміріңіздің қожайыны екеніңізді ұмытпаңыз. Әрқашанда тынымсыз жұмыс жасап, ұсақ-түйекке бас қатырудың қажеттілігі жоқ. Кішкене ғана нақты шешімдер қабылдау арқылы сіз жеке бақытыңызға 90%, тіпті 100%-ға жете аласыз. Бүгінгі күнде 80-20 қағидасы өзекті және әмбебап әдістердің бірі. Себебі оны карьерада, жеке өмірде де қолдануға болады. Тек орнымен және дұрыс қолдана білу қажет. Бұл видео сізге ұнаса, лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі шығарылымда қандай кітаппен бөлісейін? Комментарийға өз пікірлеріңізді жаза кетіңіз.